Ассаламу алейкум, сайғылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова Чалышан вешіндікі саатқа бойле малюмат. Эпосы культ объектлерінің весиқалары олмалы. Қырымда жами ве медреселерге укуқ тәнлеген весиқалар беріле. Альтернатив құрылтай кечірмеге қарар алдылар. Киевде құрылтай конференциясы деп адландырылған тедбір кечірілді. Келечегіміз бірлікте. Ахмечет районын Қара Аджи көнде умум Қырым экологик акция башланды. Қырымда Невбетеки футбол ратлық күнлері кечті. Ахмечетнің Таврия тақымы бақчысырайлы Қызылташны қабыл етті. Бұл ведегер хаберлер ақтабы мұхберлеріміз тариф етежеклер. Қырымда эпсы мұсылман культ объектлерінің топрақ веншатларға ұқуқ тәнлеген весиқалары олмалы. Бұақта бүгін Назирлер шурасында сөз юрсетілді. Тедбірнің ребері Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек олды. Жами ве медреселер қайдолыны вазиеті ақта ярмада мемуриетлерінің векілері сабат берділер. Тавсилатлар еле Султания Ситакаева. Қырым Жұмхуриетінің елбашчысы Сергей Аксеновның авалесіне бинаен эпосы дини объектлер қанунилештірілмек ве Қырым мұсылманлар дин идаресіне кечмек керек. Бұл умумен 305 объекттір. Болет әдбір иш весиқаларны тәртіпке кетірмеге ве мұсылманлардың хавсызлығыны тәмин етмеге ярдым етежек. Касается предупреждения распространений экстремистских, террористических движений, идеологий и так далее. Поэтому оформление на Духовное управление мусульман Крыма, которое является традиционным религиозным институтом на территории Крыма для мусульман Крыма, это очень важный момент с точки зрения безопасности в том числе. Учитывая все это, было принято такое решение, и глава республики вынес подобное распоряжение. Экебин 14 сенесіне қадар дини объектлерінің ич бірінде қануни весиқалар yok еді. Сонки вақытлары бойли объектлеріні қанун алтына алмағы үшін балабан иш кечірілі. Енді 78 ер дамартасы ве 27 иншаат ресмилештірілді. Бұндан ғайры қанун ішлеп чықарылды. О Қырымда екене меркези дини орган олмасыны назарда тута. После того, как этот закон будет принят, я рассчитываю на то, что парламент Крыма поддержит инициативу главы. Это прекратит, считаю, шатание, разброд и разногласия в мусульманской общине. И, конечно же, мы придем к такому идеологическому, религиозному единству, когда путем административных решений все мечети в момент пятничной проповеди на хутбе будут на одном религиозном идеологическом языке, и все праздники будут отмечаться в один и тот же день. Топлашывда арекет алгоритмы ишлеп чықарылды. Бұл автонын сонуна же беледиелер векілері дини объектлер бойынша бутун малюматны азырламақ кереклер. Есть, поддержка главы республики Сергея Валерьевича Аксенова о том, чтобы помочь финансированию муниципалитетам для того, чтобы они уже запустили процедуру бесхоза. Многие уже наши муниципальные образования имеют успешный опыт в этом. Мы в рабочем порядке каждый месяц будем сверять данные вопросы и изучать тенденцию того, как уже идет решение этого поручения главы. Джамилерны ве медреселерны канунилештіру проблемасы дини эрбаплар иле музакири етілді. Имамларның еменлігіне көре бұл кескін бір проблема ве оны бутун иншатларының муфтиятқа кечірілмесінен чезмеге мүмкін. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырым Жұмхуриеті милетлер ара мұнасебетлері ве сургун олынған гражданларының ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Ленур Абдураманов ижзиретінен Ялтаға келді. Мұнда бұрқач проблемлер чезілме керек. Не үшін звездочка ятаққанесінің сакинлері башқа ерлерге көчерілмеді. Не үшін дегер топрақ мәселелері чезілме қалам. Айвасил қасабасында Жұма жаме құрылмасы үшін топрақ дамартасы айрыламы, жоқмы? Бұл мәселелер насыл чезілежегі ақында бізім левхамызны сир етініз. Очередные, извините за выражение, сказки я от вас слушать не буду. Эршей кесенкес ачықайдын ве артқаш сөзсіз чезілмек керек. Девамлы вақытта қарар чықарылмаған мәселелерге башқа же янашмақ мүмкіндегіл. Что конкретно на сегодняшний день, в первую очередь по земельному участку, второй момент у нас квартучет,
И третий у нас вопрос квартирография. Звездочка адлы ятаханесінің сакинлері бұл сененің соңында башқа ерге көчірілмек керек еділер. Амма әлі да әрше кағытта қала. Курорт шерінің акиметі бірқач жылдан берлі келішкен топрақ дамартасының тапып оламай. Бұл ерде 120 квартиралы эв тікленілмек керек. Сейчас МИЦКО вернулась в округи своя, потому что изначально он был предназначен для аварийки. Мы его использовали как отходной план. Аварийку сначала хотели посадить на Красноармейскую 27, не подошли. Все, были и оползневики наши республиканские. Потом Сечено-Достоевского, не подошли, сделали геологию. Все, вернули аварийку на МИЦКО. Бұл суалны музакире етілігі девамлы олды. Есабат бергенлер чоқ олды. Амма чықышта бұлынғанлардан ич бірісі Ленур Абдурамановның конкрет суаліне жевап беріп оламады. У вас слишком такое положение, как в теплой ванне. Вы меня извините за выражение. Начните с чего-то. Вам предоставили участок. Начните себя. Подберите земельный участок, который подходит. Вам подобрали аварийку, давайте отдельно обсуждать. Куда вы мне подобрали? Екінші суал Ялтада Красноармейска соқағында чоқ қатлы мескен эв құрылжылыға ақта олды. Бұл топрақ дамартасының весиқалары азыр олмағанын белі олды. Ай-Василь қасабасында Дмитрий Ульянова ве Южнобережная соқақлары Эмде Киевская соқағында Қырым татар меркезі Қырым мұсылманларының дини идаресіне берілмесі музакире етілді. Работа продолжается и будет продолжаться, и тем самым мы ни в коем образом все те вопросы, которые стоят по данному округу Ялтинскому, с контроля снимать не будем до полной их реализации. Эпсі қарарлар бойынша протоколлар тізілді, мудетлер белгіленді. Чоқысы суалер бұл сененің соңына қадар, кемерлері есе бұл ай девамында чезілежек. Наджия Исаева, Дмитрий Низовой, Милет телеканалы. Бүгін Киевде құрылтай конференциясы деп адландырылған тедбір кечті. Чағыруларға векеніш агитацияға Эмдерифат Чубаровның ваделеріне бақмадан сияси мигрантлар бір салонда өз тарафдарларыны топладылар. Ичтимai ағларда тефсир қалдырғанлар бөле фікірге келелер. Иштиракчыларының чоқысы яда Мустафа Джемилевның қачқан достлары, яда Украина ичтимai сияси эрбапларыдыр. Эмде эркезні матбуатқа топланғанларының фоторесімлері көрмегені тәжіплендірді. Тедбір кереклі кібі кечмегені себебінден иштиракчыларының бетлеріні көстермемеге қарар келген олса керек. Тефсир қалдырғанларыны бөле суал радсызлай. Егер бұл оларының аңлы ноқтайы назары олса, не үшін олар месулетліктен қорқалар? Тешкелетчілар атты топлашының иштиракчылары сайсақтан лашып оламадылар. Эфсанелерге көре бұл 76-дан 100 адамға же. Қырым татар жематчылары инсан құқықлары қорчалануы бойынша Авропа тешкелатларына мұражат етмеге істейлер. Бұның себебі аскер ве айдар батальонларының арбиджілері Қырым бірлігі жемат тешкелаты рейсінің өмір арқадашына ұжым еткенлері елі бағлы. Тешкелатының рейс муавины берген мәліматына көре бөлі Йолнен Ленур Ислямов Надия Неметулаеваның бизнесінден 50% келеріні чекіп алмаға істей. Қадыны қорқузалар, елар девамында топланылған мүлкиетні чекіп алмаға весатмаға істейлер. Қырым еле сынырда әрлешкен Мусафырханеде енді батальонның арбиджілері яшай, кеченлер Ахмезжетте Қырым жематчыларының иштирагынен топлашу болып кечті. Топлашуда Авропа тешкелатларына мұражат етмеге қарар алынды. Мы вообще все должны, я думаю, принять какую-то резолюцию, сделать тоже обращение на Петра Порошенко, на президента Украины, прокурору, везде написать, это что за неправомерные действия. Вот мы здесь крымские татары, нам не нравится, как вы обращаетесь с крымскими татарами, живущими на территории Украины, которых вы так говорите, вы их защищаете. А где вы их защищаете? То есть у вас идет избирательная защита какая-то, понимаете? Там же, допустим, вот они в течение года пытались посадить Неметулаеву Надию в тюрьму. А не за что. Мы с вами все видели, как перевозчики из числа крымских татар поднялись. Они их 2 года вытерпеть не могли. Ребята поднялись. Почему? Потому что, опять же, приезжал Ислямов, приезжало выдуманное ими полпредство, якобы крымское, вместе с Зетом Гдановым, и пытались обелечивать таксистов. Тех таксистов, которые сутками мерзнут, живут в машинах, не знают, как свои семьи прокормить. Они говорят, вы должны нам платить. Украина акиметі халқара мейданлықларында Қырымда инсанларының құқықлары бозулы вақта бағырған заман бұл мемлекетте бандитлер чалышаве оларға девлет қол тұта. Бізім невбетіке чықышларымызда бұл вақта мақсыз репортажыны сир етіңіз.
Кирич колледжінде күтлевей шекілден сынларына аты Польдурген Владислав Росляковның қабат ұртағы йоқ еді. Бұл жинайетні от тек башына бежірді. Бойле қарарны Русияның тақиқат комитеті чықарды. Жинай іш бақылығы девам етем. Бүгінгі күнде енді 650 инсан сұрғуға чекілді. Қатилінің бір әрекеті қайдолынды бұнатаздықлар ве шатлар бар. Жинаетчінің шақсеті тafsilatlı жатетқық етілі, оның дүния бақышлары рухи алы ве портреті огренілі. Эвелері тақиқат комитеті Росляковға өлімден сон рухи психиатрик экспертиза тайын еткен адам. Келечегіміз бірлікте. Ахмечет районын Қараджи көнде умум Қырым экологик акциясы башланды. Ендіден ғарбе ялны екі яна алея яраштыра. Яш фиданларны кім сачқаны ве бірлік эстафетасы қайсы шерге берілгені Ақтанев Бетекелев қамызны сейір етініз. Яш фиданларны сачмақ или Қырым фальжилері жыматның диқатыны умуми тарихи мирасны сақлап қалмасына жел петелер. Тешкелечілар еменлер, табиатқа мұқайтлық или янашсақ тарих, тіл ве медениет обеделерні де сақлап олурмыз. Зеленая крона жизни – это глубокие корни будущего. Так вот мы пытаемся вот эти корни здесь сегодня в самом прямом смысле слова высадить, чтобы потом для потомков эта зеленая крона радовала глаз. А также мы вообще посыл основной – это вложить часть своего ресурса в развитие Крыма. Чоқысылар көрекні ilk сефер қолға алдылар, ама бір іштиракчы буалетні қолана білді. Енді кележексі жақмевсімде бүгін сачылған тереклер көнештен құртара біле деген фокыр фальжилерге илхам берді. Собственно, благое дело, и чего здесь действительно никогда не хватало, это тени. Только деревьями это можно решить, поэтому поддерживаем 6 руками. Русияның яш ватан перверлері де четте қалмадылар. Бөле тедбірлер олар үшін ендалы шықлы олды. Балалар бұйық мемнениетлекнен туған ерлерде ешілік сачалар ве асрайлар. Ребята борются за право принять участие в такой акции. Самые, будем говорить, расторопные и достойные, они как раз приехали сегодня со мной. Енді Қараджи пляжларында юзге яқын суvuqa dayanған тереклер оси. Ахмечет районын ерлі сакенлер ве мемориет векілері шандыралар. Бұ ей ананияны девам етежеклер. Для нас зеленые насаждения всегда были важны. У нас практически нет лесов, лесополос, которые когда-то высаживались в прошлые времена. Сегодня я горжусь тем, что Черноморский район преображается во благо развития своего будущего. Бойле шекілде умум Қырым экологик акция дүния юзыны көрді. Келечек вақытта оны жөні беялысында девам етежеклер. Эстафета алушты шеріне берілді. Фатиме Сейдаметова, Алишер Алимов, Милет үшін. Ахмечет районында емде ватан первер тербиесі бойынша ишфаль суретте алып барыла. Қызыл чонрав көнде елі дензияде осмүр авта орду азырлығыны кечелер. Сабадан тызылев гимн ве марш. Ақшам есе штабта берабер емек. Қазақлар жематчылығы огынде арби ватан первер төгерегінің реберлегінде атаман тура. Қалған реберлер арасында арби әрекетлер ветеранлары ве атта Русия Федерациясының қараманы. Начали заниматься год назад. Участвовали уже и в крымских соревнованиях, и по стрельбе, и на призывной молодежи. Неплохо, 2-3 места. Ну вот на этот год амбициозные планы, первые места и так далее. Реберлер айтқанына көре бүгінгі күнде бұты керек ең фаал ве бұйық сайла. Яш ватан перверлерінің сайысы кет-кете арта. Штабқа ем оғланлар, ем қызлар авеслікілі қатнайлар. Мы стреляем, разбираем автомат Калашникова, магазин Калашникова, пистолет Макарова, рукопашный бой, физическая подготовка. Еще у нас посвящали в юноармейцев пару человек, я в них вошла, и мы в поход ходили. Қырым көпірісінің демер ел қысмында 307 теременің епісі ерлештірілді. Шымды құручылар небетекі басамаға кечтілер, енді көпірінің алы ачықлықлары қойыла. Бұл ағыр жерян құручылықның деңіз ве топырақ қысымларында кечіріле, трассаның 15 километрінде енді пролетлар бар. Бұл ішлер екінленмесі 2019 сениясының бірінші кварталына планлаштырыла. Кележек сененің көзінде есе демер елінің ұст қысымы екінленежек. Көпірде демер ел әрекеті 2019 сенесінің декабрь айында açılacak.
Та опора последняя, которую мы закончили. 254 фарватер Дамардаки темире сонки oldu. Onun yüksekliği 33 metrге yakın. Bu 12 hatlı ev kadar. Temerinin temeli 16 boru svaylarından ibaret. Bugünkü günge 130 bin tonna kadar demir konstruksiyalar jıyıldı. Күреш бойынша кечірілежек еңбекленілген ярышқа азырлық девам ете. Бұл сефері Сайлама туры Сақ районында өткерілді. Мұнда ең яқшы спортчылар өзара күрештілер. Ярыш насыл кечкеніні ве Сақ күрешчілерінің азырлықлары Ақта Мухаммед Зекиряев тариф етежек. Атувлар, бурувлар ve çалтаяқлар. Bu күреш усуллары бар күчнен ve толы шекілді ерне кетірілі. Спортчылар үшін мания yok. Hatta Ярмаева кедер etmей субуға баға ve салон қыздырылмағанына бақмадан bu егетлер күнде бір хач кере идман етелер. Олар эпосы яқшы нәтижелерге ирішмеге істейлер. Саляв турундан сон бір hafta çalışmak керек. Сон идманларының ағырлығы біраз эксілтежек. Бір бала идман etmege ve ғалібе қазанмаға азыр. Bu salonda her bir күрешчінің өз күреш yolu ve sevimli usulları бар. Ғалебеге ынтылмаға оларыны Изет Кадыров авеслендері ve угрете. Bu insan өзі яқынларында кечірілген milli күреш ярышында машина қазанды. Енді Изетінің o günde яны мақсадлар тура. Күреш кібі ярышлар біз үшін бұйық сілтемдір. Біз эпіміз тырышамыз ве ғалібе қазанмаға антыламыз. Иншаллах өз мақсатларымызға ерішерміз ве бірінші ерні қазанармыз. 8 yaşından sportnen оғраша, ама o günde қойған мақсатлары бұйық инсанға біле ақырлық etmesi мүмкін. Тимур Шефигулев 18 yaşında oyunan Romalı күрешнен оғраша. Bu spor çeştini o öz istегінен seçip aldı. Endiden son sportçı 100 kilo çekim ağırlıqdaki yarışlarda iştirak etmege planlaştıra. На подобных турнирах именно по күрешу я... Более дәрежедегі күреш турнирде мен бірінші кере іштірақ етeceğim. Анда бүтін Қырымдан en күчлілер топлашacağına азырым ve elbette ғалібе қазанмаға тырышacağım. Çünkü kıymetli mükafatlar olacak. Сақ районының idmancıları oy sporçularından eminler. Esas mükafatlarını olar şegirtlerini alacağına ümit edeler. Muhammed Zikriyev ve Magomed Nisturov millet için. Кезлевде Қырым Жұмхуриятынан немсе медениеті күнлері черчевесінде Мартин байрамына бағышланған тетбор кечті балалар үшін китапханеде концерт программасы тақдим етілді. Қырым немсе милли медени мұқтариетінің рейсі Юрий Гемпель қайдатты ке ярымадада яшаған халықларының медениеті ве тілеріні сақлап қалмақ девлет меселесідір. Это наше будущее. И, конечно, наши дети должны знать культуру своих народов, культуру народов, проживающих в Республике Крым. Мы все живем в едином крымском доме, и я уверен, что у нас большое красивое будущее у нашего полуострова и у наших детей. Ратлық күнлері Қырымда футбол бойынша бетеке ярыш турлары өткерілді. Междетнан Таврия тақымы 13-ші тур нәтижесінде Қырым футбол бірлігі премьер-лигасы чемпионатының бірінші қысмында мүддеттен евел ғалип шықты. Қызылташ футбол тақымы турнир таблосының лидеріне минималь дәрежеде юткызды. 13-ші дақада Қызылташының яры құрчалайжысы Назим Юпов пенальтіні амелге кечіріп оламады. 57-ші дақада есе өз тақымыны оге чықарды, ама ойынның сонында пайтақлы ойыншылар ғалебеге еріштілер. Екі голны да Андрей Гайда шырды. Мы подустали в конце, но в принципе было движение. Я не скажу, что мы где-то провалились. Нет, в принципе, поддерживали хорошие атаки, у нас были скорости, были. Может быть, Таврия чуть-чуть в конце показалось, что Таврия чуть свежее выглядела в последних минутах. Шымдылық бұл мәліматларының эпіседі саат 21:30 кележе хаберлер программасына қачырманыз. Көршмек үзіре сағылықнен қалыңыз.